Армысыздар. Бүгінгі эфиріміз латын қарпіндегі Х әрпіне арналады. Бұл таңба латын әліпбиін қолданатын елдерде әртүрлі айтылады. Мысалы, ағылшын тілінде H, французша H, немісше Х, итальянша Акка, испанша H деп дыбысталады. Жаңа қазақ әліпбиі бойынша бұл таңбаның дыбысталуы Х. Бірнеше қазақ сөздерін келтіре кетейік. Хат, хабар, асхана, шахмат, хор. Және осы жерде тағы бір айта кететін жайт, қаһарман сөзінде кездесетін Х әрпі де жаңа әліпби бойынша Х деп жазылады. Х әрпінен басталатын тұлғалар туралы айтатын болсақ, ә дегеннен Хиуаз Доспанованың есімі келеді. Хиуаз Доспанова Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш әйел, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы. Хиуаз 1922 жылы қазіргі Атырау облысында дүниеге келді. Әкесі қайыр балықшы, анасы меруерт мұғалім болып еңбек етті. Хиуаздың ұшқыш мамандығын таңдауы кездейсоқ еді. Ол мектеп кезінде Оралдағы аэроклубта қатар оқыды. Бұл жайлы Хиуаз Доспанова өзінің естелігінде былай деп жазады. Мен мектепте комсомол ұйымында қоғамдық жұмыстарға белсене араластым. Қаламызда ұшқыштар дайындайтын курс ашылған болатын. Соған оқушылар іздеп келгенде ешкім жазыла қоймады. Мен орнымнан атып тұрып, мені жазыңыздар дедім. Содан кейін біртіндеп басқалар да жазыла бастады. Сөйтіп ойда жоқта осы мамандықты игеруге тура келді дейді ұшқыш. 1940 жылы мектепті аяқтағаннан кейін қолына орта білімі туралы аттестатпен қатар запастағы ұшқыш деген куәлікті қатар алып шығады. Арманы Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына түсу еді. Онда отырғандар академияға тек ер азаматтарды ғана қабылдаймыз деген желеумен Хиуаздың құжаттарын кері қайтарады. Бірақ сағы сынбай Хиуаз Мәскеу медициналық институтына оқуға түседі. Бір жылдан кейін соғыс басталып, ел абыр-сабыр күйге түседі. Сол уақытта Хиуаздың мақсаты медбике санитар болып ұрыс даласына аттану еді. Сол кезде әйгілі ұшқыш Марина Роскова қыз келіншектерден жасақталған авиаполк құрады. Мұндай жаңалықты естіген Хиуаздың дегбірі кетеді. Ол ойланбастан полк басшылығына келіп, Оралдағы аэроклубта меңгерген шеберлігін көрсетеді. Өжет қызды жауынгерлер құрамасына қабылдайды. Сөйтіп Хиуазды Саратовтың әскери әуе училищесіне жібереді. Мұнда штурмандар дайындайтын сыныпты аяқтап, 1942 жылдың көктемінде авиация тарихында тұңғыш рет құрылған түнгі мезгілде жау позицияларын бомбалайтын әйелдер авиаполкының құрамында майданға аттанады. 46-шы гвардиялық полк құрамында жүріп 300-ден астам әуе шайқастарына қатысады. Ол Солтүстік Кавказ, Қырым, Украина, Беларусь, Польша, Германия аспанында талай ерлік көрсетеді. Немістер ұшқыш қыздарды түнгі мыстандар деп атап, олардан қаймығып отырған. Тіпті Гитлердің өзі әрбір атып түсірілген әйелдер ұшқыш экипажы үшін өз солдаттарына сыйақы ретінде аз күнге үйіне демалысқа жіберіп отырған деген әңгіме бар. Хиуаз сол уақытты былай деп еске алады. Біз түнде ұшатын болғандықтан жау шебіне жақын орналасатынбыз. Біздің полктың өз қағидасы болды. Ешқашанда әйел екеніңді ұмытпа, ұшағыңды күтіп қара дегендей. Кейде тапсырманы орындап жатқанда бізге қарсы оқ атылатын. Сондай кездері қыз баламын ғой, фашистерге тұтқынға түскеннен гөрі ұшақпен жерге құлап өртенгенім дұрыс еді деген ойлар келетін дейді сұхбаттардың бірінде Хиуаз Доспанова. Қаншама ерлік көрсетсе де, Хиуаз Доспановаға Совет одағының батыр атағы берілген жоқ. Мүмкін Совет билігі мұндай атақты қазақ қызына қимаған шығар. Бұл туралы Әзілхан Нұршайықов Хиуаз туралы жазбасында былай деп келтіреді. Ұлы Отан соғысында Талғат Бигелдинов жау тылына 305, Леонид Беда 211, Сергей Луганский 390 рет ұшып жауынгерлік тапсырманы орындап, үшеуде 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Олар қуаты күшті ұшақтарды басқарды. Жер бауырлап ұшатын ПО-2 ұшағының жау ұшағымен шайқасар қуаты жоқ. Соған қарамастан Хиуаз Доспанова кішкене ғана фанера ұшақпен 300-ден астам әуеге көтеріліп, жауға ойсырата соққы берді. Қанатты қыздың ерлігі соғыс жылдарында бағаланбаса да, бейбіт өмірде бағалануы тиіс деді Әзілхан Нұршайықов. Соғыстан кейін Хиуаз Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. 2006 жылы қазақтың батыр қызы туралы Қарыздар ұрпақтан атты
алғашқы деректі фильм түсірілді. Алматыда Хиуаз Доспанованың атында көше бар. Атыраудағы мұз сарайына Хиуаздың есімі берілді. Құрметті көрермендер, біз бүгін Х әрпі туралы ақпарат айттық. Алдағы хабарымызда латын қарпіндегі жаңа әліпбидің басқа да әріптермен таныстыратын боламыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.